Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жеміс тілімдерін әсемдеу рецептімен бөлісемін. Бұл тек қана дастарханның көркі емес, сонымен қатар жеміске кететін шығынды азайтамыз. Ол үшін бізге 1 ананас, жарты апельсин, 2 мандарин, 1 банан, 2 киви, жарты анар, 1 алма, 200 грамм жүзім және жарты шай қасық қант ұнтағы қажет. Ананастың үстіңгі бөлігін кесіп алып, ішіндегі жұмсағын аламыз. Ананасты жұқалап тураймыз. Алманы ортасынан бөліп, ортасындағы дәнінен тазартып аламыз. Енді алманы екі жағынан кезектесіп кесіп отырып, дастарханға қоюға ыңғайлы етіп жасап аламыз. Апельсинді ортасынан бөліп, жұқалап турап, тарелкамызға қойып шығамыз. Анарды ортасынан бөліп дайындап аламыз. Ананастың астыңғы бөлігіне туралған ананастарды салып, үстін анардың дәнегімен толтырып шығамыз. Кивидің сыртқы қабығын аршып, дөңгелектеп турап, тарелкамызға саламыз. Жеміс тілімдерін өзіңізге ыңғайлы етіп безендіруімізге болады. Бананды екі жағынан кесіп, ортасындағы қабығын алып, ортасынан дөңгелектеп кесіп шығамыз. Банан тез қараятын жеміс болғандықтан, осылай кескен ыңғайлы. Мандаринді 4-ке бөліп, ананастың жан-жағын айналдырып тізіп шығамыз. Жүзімді шанышқылармен шаншып, ананастың жан-жағына әсемдейміз. Екі жағына екі түрлі жүзімді әдемілеп қойып шығамыз. Киви тілімдерін қойып шығамыз. Енді үстіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.